Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің есімім Әлбек. Бүгін мен сіздерді Майкап бағдарламасымен таныстыратын боламын. Жалпы өзім бұл бағдарламаның бас әзірлеушісімін. Жалпы Майкап бағдарламасы бұл негізінде APF форматында өтетін дебат турнирлерді ұйымдастыруды және де оны автоматтандыруға көмектеседі. Жалпы бағдарламаның көмегімен біз бірнеше мүмкіндіктерге ие бола аламыз. Яғни автоматтандыру бойынша, мысалы, бұрын біз турнир өткізген кезде, жалпы екі адам турнирге қатысатын барлық 500-600 адамды екі адам ғана турнирге тіркеп отыратын еді. Ал енді сіз мысалы сол адамдарды тіркемей, ол адамдардың барлығы да өздері турнирге қатысу үшін өтінім жібере алады. Осы арқылы біз біршама уақыт үнемдей аламыз. Және де бұдан бөлек сетка құрып береді. Және де бір мезгілде, яғни бір секундтың ішінде осы турнирдегі барлық қонақтар мен қатысушыларға лезде хабарландыру жіберуге болады. Және де бұл жерде турнирдің админ панелі бар, яғни турнирдің ұйымдастырушысы админ панелі арқылы барлық осы турнирдің әрекеттерін басқару арқылы сондай мүмкіншіліктерге ие бола алады. Және де соның біреуі, сіз мысалы турнирдің ұйымдастырушысы болсаңыз, турнирдің аяқталғаннан кейін турнирдің барлық нәтижесін Excel форматында отчет ретінде ала аласыз. Жалпы осы бағдарламаның көмегімен турнирді автоматтандыруға болады. Жалпы Қазақстан тарихында пікірсайыс бойынша бұндай бағдарлама болған емес. Қазақстан ғана емес, әлем бойынша бұндай пікірсайысқа арналған бағдарламалар жоқ. Жалпы біз екі бағдарлама көріп отырмыз. Турнирге қатысу бағдарламасы бұл негізінде турнир қонақтары мен қатысушыларына арналған. Мысалы, турнир ұйымдастыруға кіреміз. Мен уже авторизация жасадым. Біз осы бағдарламаның көмегімен турнирдің іріктеу форматын ғана автоматтандыра аламыз. Ал егер де сізге плей-офф кезеңін автоматтандыру қажет болса, қосымша бағдарлама осы бағдарламасына басу арқылы мына жерде осы бағдарламаны жүктей аласыз. Бұл бағдарламаның көмегімен осы турнирдің плей-офф кезеңін автоматтандыруға болады, және де оны визуализация жасауға болады. Жалпы бұл Windows операциондық жүйесіне арналған, және де плей-оффтан бөлек LD форматындағы ойындарды да біз сондай-ақ автоматтандыра аламыз. Сонымен менің турнирлерімге кіреміз. Біз осы өткен жолы SDG капты өткізген болатынбыз. Осы турнирдің, яғни кіретін болсақ, мына жерде турнир жаңалықтарын көріп отырмыз. Мысалы, мына жерде біз осы жаңалықтың үстіне бір рет шерту арқылы, яғни мына жерде осы жаңалықтың суретіне бір рет бассақ, жаңалықтың толық тексті шығатын болады. Мына жерде біз осы жаңалық бойынша сол толық тексті оқи аламыз. Сондай-ақ, мына жерде Инстаграмдағыдай сторис секілді бағдарлама жаңалықтары, яғни турнирдің соңғы жаңалықтары өзі ауысып отыратын болады. Мысалы, келесілеріне басамыз. Осылай біз сторис түрінде турнирдің осы жаңалықтарын алатын боламыз. Жалпы бұдан бөлек жеребе деген бет бар. Жеребе бетінде біз сетканы көреміз. Яғни көріп отырғандарыңыздай, бұл сетка топ бойынша жұмыс жасайды. Мысалы, раундтарды өзгертсек, әр раунд сайын қарсыластарды осылай алдын ала көруге болады. Және де бұдан бөлек, мысалы, мына жерде тұрған қарсыластарды, яғни осы ойынға кіру үшін мына жерде үйшіктің иконкасын басу арқылы біз осы Zoom немесе Google Meet сілтемелеріне кіре алатын боламыз. Және де кейде мысалы бағдарламаның бір минусы бар, яғни топ ішінде ғана жүретін болғасын сеткада мына жерде көріп отырғандарыңыздай осы минус тұрған жер қарсылас жоқ деген сөз. Сол кезде мысалы мына жерде екі топтың ішінде де барлығына шүкір мен элита фракцияларының қарсыластары жоқ. Онда осы екінші раундта екеуі бір-бірімен ойнайды деген сөз. Оны біз мысалы үйшіктің суретіне басу арқылы осы жерде сілтемеге кірсек, мына жерде осы қарсыластар осы сілтеме бойынша өздерінің ойын өтетін алаңына кіре алады. Жалпы бұдан бөлек біз қайтадан админ панельге өтейік. Мына жерде ең алдымен ID деген белгіні көріп отырсыздар. Жалпы бұл жерде кез келген турнирдің өзінің жеке уникалды нөмірі болады, ол ID деген сөз. Осы ID бойынша қатысушылар осы турнирге кіре алады. Және де, мысалы, админ панельге келетін болсақ, турнирде бірнеше автоматтандырулар бар. Мына жерде турнирде жаңа жаңалық, яғни барлық қатысушыға лезде бір секундтың ішінде хабарландыру жіберуге болады.
осы турнирдің жаңалығын саласыз, және де текстін жазасыз. Сол секілді осылай хабарландыру жібере аласыз. Және де мына жерде рейтинг деген бар. Жалпы мысалы мен өзімнің аккаунтымнан шығайын. Мына жерде турнирге қатысу деген батырма бар. Осыны басатын кезде біз жаңағы турнирдің нөмірі, яғни турнирдің ID-ін осы жерге жазамыз. Мысалы 11-ші турнир болды, SDG Cupқа кіреміз. Мына сол кезде осы турнирдің жаңалықтары шығады. Және де жеребеге бассақ, осы жеребені шығады. Және де жобаны қолдау деген бар. Яғни осы батырманы басу арқылы сіз мысалы осы жобаның болашақта дамуына өзіңіздің үлесіңізді қоса аласыз. Және де бұдан бөлек біз жаңа аккаунт тіркесек болады мына жерде. Email жазасыз. Өзіңіздің, яғни поштаңызды көрсетесіз. Және де құпия сөзді көрсетесіз. Құпия сөзді қайталап жазасыз. Және де тіркелу батырмасын басасыз. Сол кезде аккаунт құрылады. Және де сол почта және де құпия сөз бойынша осы авторизация жасайсыз. Яғни көріп отырғаныңыздай, бұл жерде авторизация, яғни аккаунт құру, ол тек қана турнирдің осы ұйымдастырушыларына арналған. Ал қатысушыларға, қонақтарға, оларға аккаунт құру міндетті емес. Оларға жай ғана турнирдің ID-ін білсе болды. Сол бойынша турнирдің, яғни турнирге сәтті кіре алады. Және де турнир құру деген бар. Біз мысалы MyCup деген турнир құрайық. Және де фракциясына 4-6 қылуға болады. Бұл жерде фракцияны. Мысалы 6 деген таңдайық. Және де окей батырмасын басамыз. Одан кейін барып бізде осы турнир құрастырылады. Міне турнирдің нөмірі 13. Бізде енді осы 13 бойынша қатысушылар мен қонақтар осы ID бойынша турнирге кіретін болады. Және де мысалы кіретін болсақ, турнирде жаңалық жоқ, жеребе жоқ. Өйткені біз енді ғана ұрдық. Енді осыны админ панельге кіреміз, яғни ұйымдастырушы панеліне кіреміз. Мына жерде бірнеше менюларды көріп отырсыздар. Мына жерде жаңалық жіберуге болады. Жаңа жаңалық дегенге басатын болсаңыз, мысалы, мына жерде тест жаңалық деп жазайық. Немесе былай жазайық. Турнирге қош келдіңіз деп жазайық. Мына жерде суретті таңдаймыз. Яғни жаңалықтың суреті болуы қажет. Және де сурет жүктелді. Мына жерде біз осы жаңалықтың толық текстін көрсетуіміз қажет. Бұл жерге біз қосымша суреттерді де салсақ болады, тағы да видео қоссақ болады, таблица мысалы, кесте құра аламыз мысалы. Мына жерде кез келген көлемдегі кестені жазуға болады. Осылай қалай берсін әзірше. Және де бұның астында мысалы турнирге қош келдіңіз деп жазайық. Және де осы сөзді біз мысалы неше түрлі түс берсек болады. Және де осы сияқты жирный шрифт беруге болады. Немесе осы шрифтің көлемін өзгертуге болады. Осы секілді көптеген мүмкіншіліктер бар. Жіберу деген батырманы басамыз. Міне сол кезде біздің осы жаңалық шығады. Мысалы жаңалықтар дегенге өтеміз. Міне біз қосқан жаңалық. Үстіне бір рет чертеміз, толық тексті шығады. Енді жаңалықтан бөлек басқа да мүмкіншіліктер бар. Мына жерде көп деген меню мысалы әзірше бос болып тұр. Яғни өтінімдер, қатысушы, рейтинг деген, өйткені біз турнирді енді ғана құрдық. Енді біз осы 13-ші ID-ді көшіріп аламыз турнирдің. Және де мен өзімнің аккаунтымнан шығамын. Басты бетке өтеміз. Міне қатысушы ретінде кіреміз. 13 деп жазамын. Міне мен қатысушымын қазір, немесе турнирге қонақ ретінде кірдімін. Және де турнирге тіркелу деген бар, яғни турнирге қатысу. Сол кезде біз фракцияларды көрсетеміз. Яғни әр фракция осы турнирге жеке тіркелетін болады өздері. Сіз мысалы ұйымдастырушысыз, сіз мысалы 100 адам қатысса, 100-ның барлығында өзіңіз отырып тіркеп отпайсыз. Әрқайсысы бір-бір реттен өздері тіркеледі. Одан кейін барып сіз сол қатысушыны турнирге қабылдайсыз, немесе қабылдамайсыз ол өтінімді. Мысалы көрейік. Мысалы мен ойдан осындай алфавит бойынша мысалы осылай фракцияларды енгізіп шығамын. Енді уақыт жоғалтпау үшін осылай енгізіп шығатын боламын. Мысалы 6 фракция енгізейік.
міне 6 фракция енгіздім. Енді келесі кезекте мен мысалы өзімнің админ аккаунтына кіремін. Яғни өзімнің поштамды жазамын. Және де құпия сөзді көрсетемін. Енді мына админ панельге кіремін. Енді өтінімдер деген меню бар. Соған кірсем, міне маған қанша адам жіберді турнирге қатысу үшін өтінімдердің тізімін көремін. Және де бұл фракциялар әлі турнирге тіркелмеді. Оны тіркеу үшін мына жерде жасыл иконка, яғни жасыл батырманы бассақ, біз осы адамды турнирге тіркейтін боламыз. Яғни осы фракцияны турнирге тіркейтін боламыз. Мына фракцияның атауы F, осында қатысушы, клуб, номер. Мен бұның барлығында енді өтірік жаза салдым, уақыт жоғалтпау үшін. Енді қатысушылар деген менюге өтетін болсақ, бізде міне көріп отырсыздар, 6 қатысушы бар. Енді бұл жерден де кейде сіз қатемен қабылдап жүруіңіз мүмкін. Сол кезде осы яғни қызыл батырманы басу арқылы турнирден өшіріп тастай аласыз. Мысалы, қайтадан өтінімдерге кіретін болсақ, сол жаңа өшіріп тастаған фракция осы өтінімдер парақшасында пайда болды. Енді қатысушылар, бұл бетте бізде қазір 6 фракция бар. Біз мысалы жеребені бастамастан бұрын, біз мына жерде міндетті түрде бізде мысалы 6 фракция болса, сол фракция санына байланысты осы ойын өтетін орындарға автоматты түрде қаншасын енгізу қажет екенін шығарып беретін болады. Мысалы 6 фракцияға біз 3 ойын өтетін орынды көрсетуіміз қажет. Бұл офлайн өтсе турнир, бұл мысалы кабинеттер болуы мүмкін. Немесе онлайн өтетін болса, бұл Meet немесе Zoom сілтемелер болуы мүмкін. Сол сілтеменің осы жерге қоясыз. Және де бұл жерде бір айта кететін нәрсе, кейде мысалы ойын өтетін орындарда сіз алдын ала жоспарлай алмайсыз. Мысалы Zoom-да сізде ақылы түрдегі тариф болу қажет. Сол арқылы сіз осы ойын өтетін сілтемелерді алдын ала құрып, алдын ала тіркей аласыз. Бірақ та көбісінде ақылы тариф жоқ. Ал Google Meet'те болса, сіз құрғаннан кейін ол ойын өтетін орында сіз міндетті түрде отыруыңыз қажет. Бұл да ыңғайсыз. Сіз мысалы шығып кетсеңіз, бірден сілтемені жоғалтып аласыз. Бұл жерде егер сізге сілтемені сақтау қажет болса, сіз Discord деп аталатын бағдарламаны қолдансақ болады. Мысалы Discord деп жазамыз. Осы бағдарламаның көмегімен ойын өтетін сілтемелерді алдын ала жоспарлап қоюға болады. Егер бұл бағдарламаны қолданғыңыз келмесе, сіз былай жазсаңыз болады. Мына жерде ойын өтетін сілтеме деген жерлерге, мысалы, төрешілер бар, төрешілердің есімдерін жазып қоясыз. Және де номерлерін көрсетіп қоясыз. Осылай кез келген номер, мысалы, төрешінің номерін жазасыз. Және де келесі төрешінің атын жазасыз, номерін көрсетсеңіз болады, өйстіп. Және де сол кезде осы фракциялар осы номер бойынша WhatsApp немесе Telegram осы профиліне өтіп, осы төрешінің сол жерден төрешіден ойынның сілтемесін ала алады. Мысалы, сақтау дегенге басамыз. Сол кезде біз осы ойын өтетін орындарды сақтай аламыз. Жалпы енді турнирді бастау дегенге өтейік. Ол қатысушылар деген бет бар. Міне жеребені бастау деген бар. Бұл батырманы мұқият болу қажет басатын кезде. Өйткені бір рет басқаннан кейін екінші артқа қарай қайта алмайсыз. Яғни турнирге жаңа фракцияларды енгізу сізде мүмкіншілігі болмайды. Міне сетка құрылды. Бізде 4 раунд бойынша, осы бір топ бойынша сетка құрылды. Біз раундтарды ауыстыру арқылы осы қатысушыларды көре аламыз. Міне осы ойын өтетін сілтемелер, яғни төрешілердің тізімі тұр. Немесе Zoom сілтемені енгізе аламыз. Мына жерде өзгерту деген батырма бар. Осылай біз өзгертеміз. Осы арқылы біз осы ойын өтетін орындарды кез келген уақытта өзгертсек болады. Өзгерту батырмасына басамыз. Өзгерді. Енді қайтадан қарайтын болсақ, яғни сеткаға қарай өтеміз. Мына жерде жеребе деген страница бар. Міне ойын өтетін орынды таңдайтын болсақ, міне осы ойын өтетін орынның үстіне бір рет чертетін болсақ, біз сол сілтемеге тап болатын боламыз. Бұдан бөлек, жалпы басқа да көптеген мүмкіншіліктер бар. Атап айтқанда, мысалы,
мына жерде нәтиже енгізу деген бар. Яғни бізде 6 фракция бар. Сол 6 фракцияның бірінші раундтағы нәтижелерін енгіземіз. Мысалы, ұтылды, қанша балл алды, келесі фракция мысалы жеңді, және де әр фракцияның осылай біз ұпайларын көрсете аламыз. Мысалы, мен осы фракциялардың ұпайларын қазір көрсетіп шығайын. Сақтау деген батырма бар. Осыны басқаннан кейін біздің осы бірінші раунд нәтижелері міне сақталды. Енді кейде сіз мысалы қателесіп беріп жіберуіңіз мүмкін. Сол кезде мысалы мына жерде кез келген алып 17 дегенді мысалы 19 деп өзгертіп жібереміз. Сақтау дегенге басамыз. Сол кезде нәтижесі өзгереді. Міне рейтинг дегенге өтетін болсақ, біз осы турнир бойынша рейтингті ала аламыз. Бұл рейтинг автоматты түрде алдымен жеңіс саны бойынша және де екінші орында жалпы ұпайы бойынша автоматты түрде сұрыпталған. Осы клубтарды және де фракция бойынша, қатысушы бойынша осылай сіз мысалы фильтрация жасай аласыз. Әр мысалы бірінші қатысушы тұр, міне есімі F деп тұр. Мен енді осы қолмен жаза салдым, және де соның ұпайы, екінші қатысушының ұпайы, жалпы ұпайымен жеңіс саны көрсетіледі. Осыдан кейін, мысалы, сіз мына жерде нәтиже енгізу дегенге басасыз. Осы жерден біз мысалы екінші раунд деген таңдап, екінші раундтың нәтижесін енгіземіз, 3-ті енгіземіз, 4-ті енгіземіз. Әр раундтың нәтижесін енгізген сайын бізде осы рейтинг өзгеріп отыратын болады автоматты түрде. Экспорт дегенге басу арқылы біз осы рейтингті отчет ретінде Excel форматында ала аламыз. Жалпы мына жерде Excel форматындағы осы кестенің отчетін, яғни есебін көре аласыз. Жалпы бұдан бөлек мына жерде жаңалықтардың тізімі бар, және де осы секілді басқа да менюлар бар. Жалпы мына жерде енді мен қолдан мәліметтерді бердім. Енді шын мәліметтермен мысалы сізге түсінікті болу үшін мен мысалы өзімнің аккаунтына кірейін. Мына жерде SDG каптың осы панеліне өтетін болсақ, мына осы турнирдегі жаңалықтардың тізімін аламыз. Кез келген жаңалықты өшіруге болады, қатемен енгізілсе. Және де мына жерде рейтинг дегенге өтетін болсақ, міне біз осы жалпы барлық қатысушылардың, яғни фракциялардың рейтингін көріп отырмыз. Жеңіс саны жалпы ұпай бойынша сұрыпталған. Біз сондай-ақ клуб бойынша мысалы көрсек болады. Мысалы ақиқаттан қатысқан фракцияларды рейтингін көреміз. Және де осы секілді Атамекен, Алтын Сапа секілді клубтардың яғни сұрыптау арқылы қанша сол клубтан қатысқан фракциялардың нәтижелерін көрсек болады. Сондай-ақ қатысушы бойынша, мысалы біз алфавит бойынша сұрыптай аламыз. Яғни мысалы адам басылатын қатысушылардың тізімін алсақ болады. Және де сол секілді керісінше ретпен көрсек болады. Жалпы бірінші тек қана осы лидерлердің мысалы ұпайларын көрсек болады. Жалпы мүмкіншілігі көп. Осы сұрыптау арқылы біз көптеген нәтижені көрсек болады. Және де бұдан бөлек аналитика дегенге басатын болсаңыз, жалпы осы турнир бойынша аналитиканы ала аласыз. Мысалы, мен осы бір SDG каптың аналитикасын сіздерге көрсетейін. Мына жерде осы өткен SDG каптың жалпы техникалық аналитикасы жалпы 10.000 сұраныс жасау арқылы осы турнирді көру үшін 310 адам кірген осы турнирге. Және де сол 310 адамның жалпы саны мына жерде көріп отырсыз сілтеме бойынша қанша адам жаңалықтарды көрген, яғни 125-і жалпы 40%-і турнирдің жаңалықтарын көрген. Және де сол секілді бірінші, яғни сетка бойынша бірінші раундты осы 125 адам көрген. Және де мына жерде 2 деп тұр. Толсы 2 дегеніміз ол екінші раундтың сеткасын 56 адам көрген.
3-ші раундтың сеткасын 55 адам көрген. Және де сол секілді 4-ші раундтың сеткасын 56 адам көрген. Яғни әр раундтың сеткасын қанша адам көрген екенін көруге болады. Және де жаңалықтарда қанша адам оқыған екенін көруге болады. Және де 15-ші жаңалық ең көп қаралған екен. Мысалы, бұл жаңалық 15-ші ретпен нөмірмен тұр. Және де осы секілді мына жерде басқа да көптеген осындай аналитиканы біз көре аламыз. Яғни турнир бойынша қате кеткен, мысалы, егер турнирді қолданып жатқан кезде бір жерде қате кетіп қалса, сол қателердің тізімін біз осы жерден ала аламыз. Және де бұдан бөлек ең көп қолданылған операциондық жүйелер, яғни турнир қатысушылардың ішіндегі 40%-ға жуығы, яғни 38%-ы ол 118 адам Android қолданады екен. 35 адам iOS қолданса, 54 адам осы Windows операциондық жүйесін қолданған екен. IP адрестерді көріп отырсыз мына жерде. Жалпы негізінде мына жерде көріп отырғаныңыздай 310 адам кірді деген, бірақ та бұл негізінде 310 адам емес. Бұның ішінде Google мен Яндекс компанияларының боттары да бар. Нақты қатысқан адамдардың санын білу үшін біз мына жерде IP адрес деген бар. Осы IP адреске өту арқылы ең соңғысына өтетін болсақ, мына жерде біз 213 дегенді көріп отырмыз. Яғни нақты осы турнирге кірген, яғни қонақтар бар, турнирді ұйымдастырушылар бар, турнирге қатысатын адамдар бар. Солардың жалпы қолданған осы адамдардың саны 213. Ал қалған 99-ы ол Яндекс пен Google корпорацияларының боттары. Яғни олар не үшін бұл турнирге кірді деген сұрақ туындауы мүмкін. Жалпы сіз құрған турнирді осы Google мен Яндекс өздерінің базасына, яғни индексация жасау үшін сіздің турнирді олар зерттейтін болады. Егер де барлығы дұрыс, яғни заң жүзінде болса, сіздің турниріңіз автоматты түрде Google мен Яндексте пайда болатын болады. Жалпы бұдан бөлек браузерлерді көрсеңіз болады. Жалпы 41%, яғни 128 адам Chrome'мен кірсе, 38 адам Safari'ді қолданған. Және де осы секілді қанша уақыт қолданғанын көруге болады. Бұдан бөлек мына жерде сіздің турнирге қай жақтан келгенін көруге болады. Яғни осы қатысушылардың 144-і тікелей сайт арқылы кірген турнирге, ал 53 адам VK арқылы кірген болса, 10 адам Google-ға жазып, яғни Google арқылы осы турнирге кірген екен. Және де 2 адам Telegram арқылы турнирге кірген екен. Бұл енді техникалық аналитика. Бұл техникалық аналитиканы сіз турнир біткеннен кейін ала аласыз. Жалпы бұдан бөлек мына жерде жобаны қолдау деген бар, яғни жалпы веб қосымша ол негізінде тегін. Бірақ та осы веб қосымшаның дамуына үлесіңізді қосқыңыз келсе, әрине сіз осылай жобаны қолдасаңыз болады. Жалпы бұл веб қосымша негізінде турнирді автоматтандыруға өте көптеген мүмкіншілік береді. Осыны қолдану арқылы APF форматында өтетін дебат турнирлерді жылдам және де оңай өткізуге болады. Барлығы да автоматты түрде. Осы веб қосымшаны құрғандағы басты себеп ол еліміздегі осы пікірсайысты дамытуға өз үлесімді қосқым келді. Және де бұдан бөлек қазіргі кезде карантиннің кезінде бәріміз білеміз, көптеген осы пікірсайыс турнирлердің барлығы да тоқтап қалды. Солардың дамуына, яғни осы қозғалуына өзімнің бір үлесімді қостым деген ойдамын. Осыны қолдану арқылы біз осы еліміздегі пікірсайысты жаңа деңгейге көтере аламыз.